Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы саласын дамыту жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Бүгінде жердің тиімділігін арттыруды, ағын су мәселесінің шешілуін аудан әкімі Нұрбол Трашбеков өзі жіті бақылауына алған. Осы ретте ордабасылық шаруалар тамшылатып суару әдісінің тиімділігін көріп келеді. Биыл ауданда бір алқаптан 2-3 өнім алуға ниетті шаруалардың саны 257-ге жетті. Бұл былтырғы көрсеткішпен қарағанда 3 есеге артып отыр. Диқандардың тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан тілші тарқатсын. Ордабасылық шаруалар ағын суды тиімді, ысырапсыз пайдаланудың жарқын үлгісін көрсетуде. Олар қазіргі таңда 524 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарын егіп баптап отыр. Атап айтқанда, Қарақұм ауылында тұрғындардың 80% диқаншылықпен айналысады. Солардың бірі Әмзебек Аманжолов ағын судан әбден тарыққан соң 2 жылдан бері тамшылатып суару әдісіне көшіпті. Ол үшін егістіктің айналасынан құдық қазып су шығарған. Тамшылатып суару тәсілі жұмысты барынша жеңілдететін көрінеді. Егілген тұқымдарға дәрумен мен минерал тыңайтқыштар да осы әдіспен беруге болады екен. Бүгінде 15 гектарлы ашық алқабында күнбағыс, қарбыз, қауын, жүгері өнімдерін өсіруде. Сонымен қатар үйіргелік жердің ауласындағы 5 гектар жерге жайғасқан жылыжай жағдайымен таныстық. Самат Сұлтанов бұл кәсібін еңбек бағдарламасы арқылы бастаған. Алған 555 мың грант қаржысына 2 жылда 4 өнім алып, пайдаға кенелген айтады. Оның ауыл шаруашылығымен айналысып келе жатқанына 10 жыл болыпты. Алғашында қауын, қарбыз, қызанақ, одан кейін мақта еккен. Егіншіліктің түр-түрін байқап көріп, қиярға тоқтаған. Үйінің алдындағы жылыжайға қиярдың көшеттерін егіп 14-20 күн ұстайды екен. Оны наурыз айының соңында ексе, сәуірдің соңына қарай пісе бастайды. Ал екінші өнім шілдеде егілсе, тамыздың аяғында піседі де қазанның ортасына дейін жинап алады. Қиярдың, помидордың көшеттерін өсіріп, анау поле егемді тағы да. Сол жаққа көшет өсіріп, сеқа апарып егем. Ол жақта тамшылатып егіледі. Дуга деп айтады. Үстіне сым қойып, термос қойып жауып, бір алқаптан 2 рет өнім алып жатырмын. Жалпы жастарға айтарым, қорықпасын, ешқандай ненің соншалықты бір технологияның керегі жоқ. Жылыжай бастау үшін ерінбесе, еңбек етсе барлық нәрсе болады. Полияда 3,5-4 сотыққа дейін салып жүрдім ағаштан. Сияқтан да 2 рет өнім алып отырмын, от жақпай. Ордабасы ауданы бойынша осы грант егері, осы үйгелік, осылай жылыжайды дамытамыз деген 314 үміткеріміз бар. Жыл соңына дейін сол 314 үміткеріміз осындай жылыжай тамшылатып суару Израиль технология дейміз, соны қолданысқа ендіретін болады. Ауданымызда 77 гектар жылыжайы бар, оның 25 гектары жаңағы промышленный дейміз, өндірістік, қалғаны мына фермерлік жылыжайлар. Ал енді үйгелік жылыжайға келетін болса, үйгелік жылыжайлардың жалпы көлемі 27 гектар құрап отыр. Ордабасылық шаруалар озық технология игілігін көре бастаған диқандардың тыныс-тіршілігімен танысу барысында Анар шаруа қожалығына келді. Бөген ауылдық округіндегі шаруа қожалық жер өңдеуде былтыр айтулы жетістіктерге жеткен. 5-7 гектарлы жерден жүгеріден 110 центнер, мақтадан 30 центнер өнім алған. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің бір жерден 2 рет өнім алу туралы тапсырмасына сай, ауданда тамшылатып суару әдісін кеңінен енгізу, жылыжайлар салу, бау-бақшаларды көбейту, жерді тиімді игеру бойынша айтарлықтай жұмыстар жүргізілуде. Салтанат Рүстембек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.